құрметті қонақтар, ұстаздар, ата-аналар және оқушылар. Қиындығы мен қызығы мол тағы бір оқу жылы артта қалды. Баршаңызды оқу жылының аяқталуымен, соңғы қоңырау салтанатымен құттықтаймыз. Сегодня наступил торжественный праздник последнего звонка, посвященный окончанию учебного года, в котором было много интересного и сложного, потому что каждый учебный год наполнен своей неповторимой историей. Это праздник, радующий тем, что ученики переводятся в следующий класс, и школа провожает их на долгожданные летние каникулы. 2020-2021 оқу жылының аяқталуына арналған мектеп білім тірегі, ұстаз, оның жүрегі атты қашықтықтан өтетін соңғы қоңырау салтанатты жиынын ашық деп жариялаймыз. Дорогие друзья, помните, наш личный успех складывается из важных составляющих. Это любовь дорогих родителей и близких. Это знания и неустанный труд замечательных учителей. Поддержка любимой школы и огромная забота нашей Родины. Успех каждого из нас – это наш общий успех. Салтанатты жиынымыздың құттықтау сөзі Қарағанды қаласының химия-биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің директоры Якупов Равиль Мансуровичке беріледі. Дорогие ребята, уважаемые коллеги, родители и гости, вот и подошел к концу этот учебный год. Это был непростой год. Мы учились в условиях дистанционного обучения. Все было впервые, все было вновь. В то же время это знаменательный год. Вы заканчиваете школу, дорогие ребята, в знаменательный год, год 30-летия независимости Республики Казахстан. Сегодня Казахстан – независимое, демократическое и правовое государство. Большое внимание, в котором уделяется роли талантливой молодежи в создании креативной индустрии, являющейся одним из самых быстрорастущих сегментов мировой экономики. Президент страны Касым-Жомарт Токаев сказал: «Нам важно акцентировать внимание на вовлечении юных талантов в процессы развития страны. Каждый из них должен ощутить свою сопричастность к успехам Родины, почувствовать гордость за ее достижения». Несмотря на сложные условия обучения в этом году, связанные с пандемией, наша школа достигла серьезных результатов. В этом году претендентами на окончание школы со знаком «Алтын белги» является 9 человек. Претендентов на аттестацию с отличием 12 учащихся. Десятиклассников на свидетельство об окончании основной школы с отличием 14 учащихся. Общее количество учащихся, заканчивающих учебный год на отлично в нашей школе 115 человек. В этом году наши выпускники показали хороший результат по международному экзамену IELTS по английскому языку. Средний балл на 130 детей составил 6,8. Это высокий результат. Спасибо вам, ребята, вы молодцы.
Высоких результатов добились наши ученики в этом году на интеллектуальных соревнованиях. На республиканском конкурсе научных проектов первое место по математике занял Амирзак Алишер, а Разбек Камила заняла второе место в секции информатики. На республиканской олимпиаде по общеобразовательным предметам 5 наших школьников заняли призовые места. Цай Аркадий, Боголюбова Екатерина, Альмуханов Амир, Аразбек Камила, Баймурзин Рахим. Поздравляем вас, ребята, с высокими достижениями. Особо хочу сказать о Баймурзине Рахиме, который в этом году завоевал для школы целую серию побед и наград. Это Международная Жаутыковская олимпиада, второе место по математике. Международная Азиатско-Тихоокеанская математическая олимпиада, второе место по математике. Международная математическая олимпиада «Шелковый путь», второе место по математике. Романова Алина на 15-й республиканской олимпиаде по казахскому языку, язык-символ независимости государства, среди учащихся 5-10 классов некоренной национальности заняла первое место. Амирзак Алишер в конкурсе имени Джалдасбаева занял первое место. На Менделеевской международной олимпиаде по химии Альмуханов Амир занял третье место. На конкурсе молодых ученых, который проводит Корея, Дюшенбеков Ануар и Нурланов Фархат заняли первое место по физике. На конкурсе Инфоматрикс Аразбек Камила заняла второе место. Международная олимпиада Аль-Фараби по предметам математика, физика, химия, биология, 15 призовых мест в этом году в школе. Республиканская олимпиада по экологии, 17 призовых мест. Международный конкурс мегапроекта «Один день моей страны» Сагимбаев Даниал занял третье место. Я поздравляю вас, ребята, с этими достижениями. Выпускники нашей школы показывают не только яркие интеллектуальные достижения, но и, согласно ценностям нашей образовательной программы, имеют активную гражданскую позицию, социальную ответственность, являются гармонично развитыми личностями, умеющими реализовывать себя и приносить пользу обществу. В течение школьных лет нынешние выпускники принимали активное участие и добились высоких результатов в проектной деятельности, социальных практиках, мероприятиях различного уровня. Так, например, в рамках социального проекта «Служение обществу» наши выпускники принимали активное участие в волонтерской деятельности клуба «Мост добра», который в этом году стал победителем международной премии «Волонтер года 2020» в номинации «Лучшая волонтерская организация». Во время пандемии принимали участие в республиканских акциях «Бызбыргемес» по поддержке граждан в условиях борьбы с коронавирусом молодежного крыла «Жас Атан», а также волонтерских проектов по дистанционному обучению сельских школьников. Учащиеся нашей школы успешно участвуют в проекте «Медаль Елбасы», разработанном в рамках инициативы первого президента Нурсултана Назарбаева. На дистанционном конкурсе «Туган Ерге Такзым» ученица 7 класса Камила Тазабекова признана автором лучшего проекта. Со своим проектом, сборником физических задач, помогающим глубже узнать историю Карагандинского региона. В этом году дебатерская команда нашей школы в сетевом дебатном турнире заняла первое место. Достижений много. Нам есть чем гордиться и нам есть что показать. Мы много и упорно работали в этом учебном году. Желаю всем вам, дорогие ребята и уважаемые коллеги, хорошо отдохнуть во время летних каникул, набраться сил, поправить здоровье. Надеюсь, что в новом учебном году мы встретимся в стенах уже нашей школы и все вместе уверенно пойдем дорогой знаний к новым достижениям. 2020-2021 оқу жылы мектебіміз үшін табыстарға толы жыл болды. 7-8 сынып оқушылары арасында оқу жылын 290 оқушы үздікке аяқтап, мектебіміздің мақтанышына айналды. Тау етер қастерлі тәуелсіздігімізге биыл 30 жыл. Тәуелсіздік еліміздің баға жетпес байлығы. Тәуелсіздік әлемдегі ең құдіретті сөз. Ел еркіндігі. Осы уақыт аралығында Қазақстан әлемде жеке дара дербес ел екенін дәлелдей білді. Өзінің белгіленген шекарасы, діні мен тілі, мемлекеттік рәміздері мен ұлттық құндылықтары, мәдениеті мен салт дәстүрі бар тәуелсіз, зайырлы елге айналды. В этом году исполняется 180 лет со дня рождения просветителя Великой Степи Ыбырая Алтынсарина.
который впервые зажег огонь знаний в казахской степи. Будучи педагогом, писателем и ученым, Алтынсарин просветил свою жизнь просвещению народа, открыл первые школы для детей и написал первые учебники и хрестоматии на родном языке. Қазақ халық поэзиясының әйгілі тұлғасы, өлең сөздің дүлдүлі Жамбыл Жабаевтың туғанына биыл 175 жыл. Заманымыздың классик жазушысы, атақты Мұхтар Әуезов, Жамбыл ақыл ойдың алғыры, өзгеге ұқсамайтын дара, оқшау бет бейнесімен аса зор құбылыс. Оның бірі әрі эпик ақын, әрі айтыс ақыны, әрі азаматтық әуеннің де ақыны деп бағалаған еді. Ұлы Жамбылды Мұхтар Әуезов мойындаған, Сейфуллин бас иген, Сәбит Мұқанов ардақтаған, Ғабит Мүсірепов еркелеген, Бауыржан Момышұлы сыйлап, Мәлік Ғабдуллин құшағына алған. Талап қудық бақыт құсын құшарға, қанат будық қияшынға ұшарға. Сүйінді қыз ұшқыр ойға жеңселер, зияткер күшті басты кіс алған. Зияткерлік білім арнасы, Сарыарқаның сәнді ордасы, парасаттың біздер иесі, болашақтың біздер жолдасы. Сенім артқан бізге елбасы, бабалардың біздер жалғасы. Бұл мәңгілік елдің ұрпағы, бізге мәлім болса болмаса. Біз тұлғамыз ақын хәтін ғалымда, біз тұрамыз әділдіктің жолында. Назарбаев зияткерлік мектебі, ізгілікті із қалдырар сонында. Зияткерлік білім арнасы, Сарыарқаның сәнді ордасы, парасаттың біздер иесі, болашақтың біздер жолдасы. Сенім артқан бізге елбасы, бабалардың біздер жалғасы. Бұл мәңгілік елдің ұрпағы, бізге мәлім болса болмаса. Зияткерлік білім арнасы, Сарыарқаның сәнді ордасы, парасаттың біздер иесі, болашақтың біздер жолдасы. Сенім артқан бізге елбасы, бабалардың біздер жалғасы. Бұл мәңгілік елдің ұрпағы, бізге мәлім болса болмаса. В 2021 году исполняется 150 лет со дня рождения одного из великих сынов казахского народа, легендарного балуана, многократного призера международных соревнований по французской и вольной борьбе. Первого казаха, завоевавшегося известность в международных чемпионатах зарубежных стран, Кажумхана Мунайпасова. Кажумхан Мунайпасов всю свою жизнь просветил развитию казахской борьбы. Он выступал в соревнованиях по разным видам борьбы в 54 странах мира и завоевал 48 медалей.
Биылғы жылы қазақтың көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері, ғалым, публицист Алихан Бөкейханның 155 жылдығы Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 30 жылдығымен тұспа-тұс келді. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев Қазақстан тәуелсіздігінің 30 жылдығын мерекелеуге дайындық жөніндегі мемлекеттік комиссияның бірінші отырысында Алихан Бөкейхан халқымыздың біртуар перзенті, Алаш қозғалысының негізін қалаушы. 20 ғасыр басында Алихан бастаған қазақ зиялылары ұлттық мүдде жолында аянбай еңбек етіп, мемлекетшілдіктің озық үлгісін көрсетті деп атап өтті. В этом году мы отметили столетие со дня рождения выдающегося представителя казахской поэзии, любимого поэта нашего народа Касыма Аманжолова. Поэзия Аманжолова – это пламенное, сильное, мужественное искусство, которое всегда будет волновать сердца читателей глубоким пафосом, страстностью, подлинной народностью, богатством образов. Поэт, высоко поднявший дух казахского народа, оставляет яркий след в сердцах читателей. Представляем вашему вниманию видеоанонс самых высоких результатов, отличных достижений, важных мероприятий, интересных и запоминающихся событий 2020-2021 учебного года, которые навсегда останутся в летописи школы. НИШ позволил мне открыть самого себя. Если бы я не поступила бы в НИШ, я бы не проявила бы свой интерес к компьютерным наукам.
Достар, биылғы оқу жылы біреулер үшін өте табысты, немесе кейбіреулер үшін өздеріне жаңа мақсат қойған тың оқиғаларға толы болғанымызға сеніміміз зор. Атап айтсақ, 10-шы сынып оқушыларының келешекке деген алғашқы қадамдары, сыртқы жиынтық емтихандарын тапсырып, негізгі мектепке бітірулер мен биылғы жылғы түлектеріміз, 12-ші сынып оқушыларының жоғары мектепті бітіріп, жарқын болашаққа жолдама алулары мектебіміз үшін аса маңызды оқиға. 2020-2021 оқу жылында мектепті 130 оқушы аяқтағалы отыр. Олардың ішінде 9 оқушы алтын белгі, 12 оқушы үздік аттестат үміткерлері. Барлық түлектерге алдағы сынақтарынан сәтті өтулеріне ізгі тілек білдіреміз. Тарихымның тым терең дастаны, жүрегімде әуен болып бастады, құлағымда сыбызғын әуелеп. Бабалардың жүрген жолы кешегі, әуен болып құлағымда еседі, үкілеген үміттерін ақтауға. Үкіл әуен жүрегімде, тарихымның алауы, үкіл әуен тілегімде, ұлтымның жалауы. Үкіл әуен жүрегімде, тарихымның алауы, үкіл әуен тілегімде, ұлтымның жалауы. Сақтау үшін баға жетпес мұраны, бабаларым менен көмек сұрады, ғасырлардан жеткен үкіл әуенім. Дәстүріміз биік шыңда тұрады, ұлағатты ұрпағымның ұраны, шақырады мені ғажап әлемім. Үкіл әуен жүрегімде, тарихымның алауы, үкіл әуен тілегімде, ұлтымның жалауы. Үкіл әуен жүрегімде, тарихымның алауы, үкіл әуен тілегімде, ұлтымның жалауы. Үкіл әуен жүрегімде, тарихымның алауы, үкіл әуен тілегімде, ұлтымның жалауы. Үкіл әуен жүрегімде, тарихымның алауы, үкіл әуен тілегімде, ұлтымның жалауы. Әр сабағы болып өтіп тағылым, әр шәкірттің оятатын танымын. Мейлі, есейіп кетсе де сол ұл қызы, санасында жүре берер әлі күн, ұстаз деген мәртебелі бір есім. Өмірінің мағыналы шақтары мектеп болып содан бақты тапқаны. Ұстаз деген сол ояның жүрегі, ұстаз деген сол ояның мақтаны. 2020-2021 оқу жылының аяқталуына арналған мектеп білім тірегі ұстаз оның жүрегі атты қашықтықта өткен соңғы қоңырау салтанатты жиынын жабық деп жариялаймыз. Пусть будет много радостных событий в нашей жизни. Желаем хорошо провести летние каникулы. До встречи в новом учебном году. Назарларыңызға рахмет.